Сіз үшін отансүйгіштік деген не? Имандылық, ол тазалық, Алланың алдында. Қазақ қоғамында тұлға болып қалу керек. Кімдер тұлға ретінде біз мектептерде енгізіп балаларды тәрбиелеуіміз керек? Мен адамды халықпен халықты теңестіретін не ол? Ол білім. Той әлемнен шығарғымыз келіп жатыр ғой. Той емес, ой қуайық деген сияқты. Сымбатты өнер болмаған елде дейді, мағыналы тіршілік жоқ. Қандай қауымды қандай тапты алсақ та дейді, қаны мен жанның суретін дейді, өнер айнасына түсірмей отыра алмайды. Философтарымыз бар, ақындарымыз бар, керемет. Жазушыларымыз бар. Соларды көбірек жіберу керек. Мен бұдан бір 5 жыл бұрын осы шабытта келсем, Димаш кабинетте отыр. Құшақтасып, үй алтын жақсы деп біраз әңгімелестік. Армысыздар, құрметті көрермен. Патриоттық сананы қалыптастыру подкастына қош келіпсіздер. Шахмардан аға, қош келдіңіз. Көп рахмет. Сізді ұзақ күттім осы подкастта. Жалпы тақырыбымыз, бүгінгі тақырыбымыз енді подкаст бағыты патриоттық сананы қалыптастыру ғой. Бүгінгі тақырыбымыз жалпы отансүйгіштік қалыптастыру. Өнер иелері әрбір қоғамда, мемлекетте ерекше орын алады. Бірақ мынау опера саласы, мүмкін мен қателесетін шығармын, бізде мүмкін тәй-тәй басып жатқан бір сала шығар деп ойлаймын. Неліктен айтып отырмын? Мен сіздің автобиографияңыз өте бай, елде үлкен бір өнердің тұлғасысыз сіз. Құрмет Барыс орденін иегерсіз. Операда өзі бір Қазақстанда өте танымал үш адам десе, соның бірісіз. Мемлекеттік сыйлықтың иегерсіз. Бірақ кейде қарап отырам, мынау бізде жасанды өнер иелері көп танымал болады да, осындай ұлы тұлғалар сіз сияқты кейде танымал жатуы мүмкін кей ортада жалпы. Енді бүгінгі біздің тақырып отансүйгіштік қой. Сіз отан үшін өміріңізді арнадыңыз. Сізді Қазақстан мен жалпы әлем таниды. Өнер саласы. Осы отансүйгіштік мен үшін сіз патриотсыз. Опера саласында сіз қателеспесем 40 жылдай еңбек еттіңіз. Сіз үшін отансүйгіштік деген не? Ең бірінші сөзімді Бисмиллахир-рахманир-рахим, аузубиллахи-минаш-шайтанир-ражим. Әрқашанда біздің ғұламалар Яссауи, Әл-Фараби өзінің кітабын жаза бастаған кезде, сөз айтқан кезде осы Фатиха сүресінен бастайды. Ол Аллаға деген құлшылдық, имандылық, тазалық. Отан сүйгіш деген ол имандылық, ол тазалық, Алланың алдында. Абайдың сөзі бар. Тіршілікте кім жүрер, көңіл бермей, бақи қоймас фәнидің мінін көрмейді. Міні қайда екенін біле алмассың, телміріп, терең ойдың соңын ермейді. Бұдан не шығады? Жаңа бір мін деген сөз жатыр. Біздің қасиетімізде, психологиямызда мін деген қасиетті алып тастау керек. Мысалы, кім айтады? Әл-Фараби айтады. Мінез жанның айнасы дейді. Мін мен құлық дейді. Ол рухтың кесапатқа апарады дейді. Ақыл мен мін жарасса, ол адамшылыққа апарады. Бүкіл адамның ішіндегі рухани өзінің санасын, сезімін біз осындай мінімізді жойсақ, тазалыққа, имандылыққа барсақ, сонда біз отан сүйеміз, рухты тазалаймыз. А ол не арқылы? Ол өнер арқылы. Сонда қараңызшы мына Абайдың сөзін. Бүйтіп айтады. Ойға түстім, толғандым дейді. Өз мінімді қолға алдым дейді.
мінезіме көз салдым, тексеруге ойландым дейді. Қандай керемет сөз. Бойдағы мінді санасам дейді, тау тасынан аз емес дейді. Жүрегімді байқасам, үйне дейін таз емес, аршып алып тастауға апандағы саз емес дейді. Барлығы болды өзімнен, тәңірім салған наз емес дейді. Сұрақ қояды. Осынша ақымақ болған дейді. Көрінгенге қызықтым. Ғаділетті жүректің әділетін бұзыппын. Ғылым менен білімнен әбден үміт үзіппін дейді. Айла менен амалды меруерттей түсіппін дейді. Жалмауыздай жалаңда бар яттан күсіппін. Қулық пен сұмдыққа құладындай ұшыппын дейді. Сіз білесі дегенге күнге күйіп пісіппін. Мақтан басқа мақтанып деп жүріппін, пысықпын дейді. Міне, бүкіл адамшылдық қасиет, адамгершілік ар осында жатыр. Сонда Абай айтады, ынсап, ұят, ар, намыс, сабыр талап, оларды керек қылмас ешкім қалап. Терең ой, терең ғылым іздемейді, өсекпен өтірікті жөндей сабап. Біз осыдан айырылсақ, біздің рухтық қасиетіміз, біздің отан сүйіспеншілігіміз, осындай тілмен, осындай қазақтың тарихымен, осындай қазақтың өнерімен біз Абайдың сөзімен не деп айтып отырмын мен? Абай деп айтып отырмын ғой. Абай деген ес деген сөз ғой. Біз есімізді жинауымыз керек. Сонда біздің президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлы әрқашанда құрылтай болсын, халыққа қолдау болсын, жолдау болсын, жиналыс болсын, әрқашанда Абайдың сөзімен шығады. Бірақ жол бар, ол Абай жолы. Ол имандылыққа, тазалыққа, әлемдік жол. 19 ғасырда өмір сүріп, 21 ғасырдың сөзін сөйлеген әлемдік дүниеде бізге одан артық жол жоқ. Міне, сондықтан ол тарихқа көз салсаң, мысалы, кім айтады? Анахарсис Скифский айтады. Біздің ғасырға дейін 7-ші ғасыр. Сонда ғұлама болған. Еллада оққан, білім алған. Амды түсінбеген дымды түсінбейді. Осы сөз сол кісіден шыққан. Ол кімге айтып отыр? Ол Эзопаға айтып отыр, 6-шы ғасырдағы. Ол менің саған берген жауабым дейді. Ол Диоколға айтып отыр. Ол да 6-шы ғасыр, біздің ғасырға дейін. Гиппократтан кейін үлкен ғұлама, дәрігер болған дейді. Бұны кет, мен саған жасаған ишарам дейді. Не десең, Эзопа деген ақылды кісі болған. Бірақ айтады, құл болған дейді. Ол Алланың құлы болған. Қандай шығарма жазды, қандай тілек жазды, қандай ақыл айтып кетті. Соны жаңа біздің Анахарсис айтып отыр, қандай. Диокол деген, ол врач болған, Гиппократтан кейін. Анатомия деген сөз сол шығарған. Ол айтады, Диокол айтады, мынау дейді, орысша қызық. Нервы – это канал ощущений дейді. Қазақша мысалда, нервы жүйесі қан тамырымен сезім дейді. Сезім деген сөз ол. Бұл Алланың берген рухтық қасиеті. Ол ауа, ол жел. Сол сезім арқылы біздің санамыз, жүрегіміз көтеріледі. Сонда Абай айтады өзінің 45-ші сөзінде. Адамшылықтың алды сезім дейді. Махаббат, әділет. Ол жаратқан тәңірінің ісі дейді. Оны кірмейтінде, кіріспейтінде жер жоқ. Кім де махаббат, сезім, әділет көп болса, сол адам, ғалым, сол ақил. Түгелі аталық сөзі жатыр. Жаңа айтып кеттім ғой, ақыл атасы ақиқат деп. Оны кім айтты? Оны айтқан жаңа Анахарсис Скифский біздің ғасырға дейін. Түгел жазылып кеткен, айтылып кеткен. Бірақ Эйнштейн айтады, Құран түскеннен кейін барып деді, ғылымды зерттеу басталды дейді. Эйнштейн айтқан. Сонда Мұхтар Әуезов не деп айтады? Мұхтар Әуезов деп айтады. Адамның жүрегін аққа дейді. Адамшылығын арттырып ақтыққа сүйрейтін үлкен күш дін дейді. Фәлсәфа дінмен
астас ғылым дейді. Дін ғылым, білім жатқан. А оны пәлсапалық философия түрінде біз жастарымызға, болашаққа түсіндіре білсек, сонда бір ғана отан сүйіспеншілік емес, әлемді сүйеді. А ондай ұранды кім қалдырып кетті? Абай айтады, махаббатпен жаратқан адамзатты дейді. Сен де сүй, ол Алланы жаннан тәтті дейді. Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп. Және сүй, хақ жол деп әділ етті. Осы сүю болады иман. Қандай керемет. Әлемдік дүние, Алланы сүй, адамзатты бауырым деп сүй дейді. Әділеттілікті сүй. Біздің Қазақстан, жаңа Қазақстан, әділетті Қазақстан мысалы. Бұнда жатқан пәлсапалық дүние ғой, әлемдік дүние. Бір ғана қазақ айтып отқан жоқ, әлемге айтып жатыр. Енді осы үш сипаттан үш әлемдік қасиет шығарды Абай. 44-дің сөзінде айтады. Адамның ең жаман талапсыз дейді. Қандай сөз? Талапты болу үшін кітап оқып талапты болға болады дейді. Бірақ дейді, ең бірінші көкірегінің көзін тазала дейді. Содан ғибадат қыл дейді. Сонда айтады, білімдіден шыққан сөз талаптыға болсын кез дейді. Нұрын сырын көруге көкірегінде болсын көз. Пайды ойлама, ар ойла, талап қыл артық білуге. Артық білім кітапта ерінбей оқып көруге. Талапты елге нұр жауар, жүріп өмір сүруге. Оған да ғылым, оған да ой. Қалайынша қайда енуге дейді. Сонда айтады, осыны оқып ойлай бір болсаң зерек дейді. Еңбекті сат, ар сат не керек? Шақ нәрсе адамның қасиеті дейді. Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Сонда толық боласың елден бөлек. Біреуінің күні жоқ, біреуінсіз ғалым. Сол үшеуінің жөнін білмек. Бізге не керек? Бізге ғылым керек, білім керек. Біздің қазіргі саясатымыз осы. Жуырда ғана құрылтай болды Ақмешітте. Мен Ақмешіттем, Қызылорда. Қазір аға құрылтайға бөлек келеміз. Әдемі дауыс, терең ойға сүйенген әдемі сөздермен бастадыңыз подкастымызды. Жаңа сіз бірнеше тұлғалардың сөзіне тоқталдыңыз. Абай бар, Эйнштейн бар, Фараби бар. Жалпы қазір жастар көп тұлғалық, тәрбиелік, тұлға болмысында тәрбиелеп жатырмыз ғой қазір, тәрбиелеуіміз керек. Бірақ кейбе жастарды қараймыз, мен өзім енді ұрпақ өсіріп отырмын. Сол кезде балаларыма қараймын да, кейде жалпы қоғам ортасына бізде қазір тұлға, балалардың жалпы тұлға таңдауда да қазір өзгерген. Біреуге мысалы тұлға деген жаңағы блогерлер болуы мүмкін, әртүрлі. Енді бөле жармайын, бірақ бір-екі күндік әншілері болып кетуі мүмкін да. Сондай әртүрлі енді қоғамға ешқандай ықпал бермейтін азаматтар қазір тұлға болып жүр. Жаңа сіз айтқан, мен де өзім терең ой деп айттыңыз ғой, терең ойланып отырмын да. Сода ой келіп отқан, менде бізде президентіміздің көптеген алысқа көрінген президенттің өзінде қазір жаңа сіз тілге тиек еттіңіз ғой, әділетті Қазақстан. Соны құру бағытында да президенттер көптеген ой салып жүр, көптеген мемлекеттік бастамаларға. Кеше ғана жаңа конституцияны жаңадан қабылдадық. Көптеген жаңа бағдарлама. Мына кеше ғана президент көптеген жаңа заңдарға қол қойды. Енді жаңа Қазақстанға енді келіп жатырмыз да. Сізден мынаны сұрағым келіп тұр. Жалпы сіз өзіңіз мен үшін білмей тұлға болып қалыптасқан адамсыз. Бірақ қазіргі таңда осы жастарды тәрбиелеуде тұлғалардың образын қазір қалай қалыптастыруымыз керек бізге? Кім бізге қазақ қоғамында тұлға болып қалу керек? Кімдер тұлға ретінде біз мектептерде енгізіп балаларды тәрбиелеуіміз керек? Осы сұраққа терең бір не жоспарлауым едім, жаңа сіздің ойыңыздан осыған кеттім. Тұлға тақырыбында тоқтасақ, кім тұлға болу керек біздің қоғамда? Бұл тұлға деген сөздің тамыры тереңде жатыр. Мұхтар Әуезов айтады, қазағым мешел болғың келмесе дейді, тағылымыңды бесігіңді түзе дейді. Оны неге айтып отырмын?
Баласағұн деген ол кісі тіпті керемет бір тереңдік сөз айтады. Баланы ағзасынан тәрбиелеу керек. Анасын тәрбиеле деген сөз. Ағзасынан. Көрдің қандай керемет. Осы сөзді неге айтып отырмын? Әрине біз бәлен жыл осындай 300 жылдай бодандықта болдық. 70 жыл өзіңіз білесіз. Үлкен империяның қолында болдық. Діннен айырылдық, тілден айырылдық, тарихтан айырылдық, болмысымыздан айырылдық. Қандай, болмысымыздан айырылдық. Осы жуырда ғана президентіміз анау құрылтайдан кейін Алматыға барды, сосын Түркістанға барды ғой. Алматыға барып, біраз білімді, ғылымды жақсы айтып кетті. Біз әлі жете алмай жатырмыз. Әлі оқу керек, білім керек деп. Сосын Түркістанға барып, бір керемет сөз сөйледі. Бірегейлі болмысымен дейді, төл мәдениетіне табанын тіремеген ел дейді. Болашақтың дауына жете алмайды дейді. Дамудың даңғыл жолына түсе алмайды дейді. Тіліңді білмей, қасиетіңді білмей, біз түсе алмаймыз. Қандай керемет сөз. Қандай керемет рухты сөз. Мен осыдан кейін, мен ешқандай партияда болған адам емеспін. Не коммунистік партияда, не аманатта, не отанда. Өнер партиясында. Өнер партиясында, дұрыс айтасыз. Мен енді президентті мақтайын деп отқан жоқпын. Қандай өнерлі сөз айтты. Мен таң қалдым. Мен жаңа айтып кеттім ғой. Бүкіл өзінің, мысалы, шығармашылық жиналысында Абайдан бастайды, олардан бастайды. Осының өзі қатты. Әрине тұлға жасау үшін тағы да Мұхтарға келеміз. Мұхтарды мен Мұхтарды данышпан деймін. Бір жағынан пайғамбар деймін. Пайғамбар емес, хакім деп атып қойдым. Абай хакім ғой. Ал Абай хакімдіктен пайғамбарлық өтті. Неге? Оны мен айтқан жоқпын. Оны Мәшһүр Жүсіп айтты. Мен бір ғана ақынды білем дейді. Ол Абай дейді. Ол ақындардың пайғамбары ғой дейді. Ал Абайдан сұрайды Мәшһүр Жүсіп туралы. Осы Мәшһүр ақын ба дейді. Ол мен де ақын ба дейді. Мәшһүр Жүсіп те ақын дейді. Бірақ Мәшһүр Жүсіп ақын болғанмен Құдайға жақын дейді. Оның әулиелігін көріп отыр ана кісі. Міне тұлғалар қандай әдемі. Сондықтан Мұхтар Әуезов айтады, қазақтың мектебінің екі тірегі болу керек дейді. Ол тіл, ол тарих. Үшіншісі ол өнер. Сонда біз үш тіректі қосқан кезде біздің, мысалы жаңағы тұлғаларымыз өседі. Өз тілін, өз тарихын білгесін тұлғалар болады. Олар біле отырып, басқа тілді оқиды. Басқа елдің ұламаларына көшеді. Оның пәлсапалық дүниесіне көшеді. Кім айтпақшы, айтпақшы. Ақылы кімнің көп болса, деме соны тіл ашшы дейді. Айтыңызшы болсаңыз, здравомыслящий айтпай ма ақыл ағасы. Ол ақыл ағалар кім сонда Абай? Ол Құран арқылы Абай бүкіл білім, ғылымды біліп отыр. Яссауи арқылы, Фараби арқылы, Физили Шамси Сайқали арқылы бүкіл әлемдік деңгейді біліп отыр. Ал енді әр елдің өзінің ағалары бар. Пушкин секілді, Гете секілді, Шекспир секілді. Сөйтіп, өз тілін біліп отырып, біле отырып, міне әлемдік дүниеге шығады. Сонда өзінің қасиетін әлемдік дүниеге қазақтың тілімен тарихын сонда ғана сүйреп апара алады. Мысалы, адам мен адамды, халық пен халықты теңестіретін не ол? Ол білім, ол ақыл. Сонда біз тұлға жасаймыз. Иншалла, міне егемендік ел болдық. 35 жыл ақырындап келе жатырмыз. Ол күрделі іс. Әлі де ол үшін әрине әлі көп жұмыс жасау керек. Мен мысалы Турцияда бірінші рет болдым. Түрксойда сонда
Дүйсен Қорабайұлы жұмыс істеді, мені шақырды. Енді өзіңізде болған шығарсыз. Түрік елінде бүкіл Стамбулда ма? А, Стамбулда. жоқ, мен бүкіл қаласында болдым. Сонда қарасаңыз, телевидениесінде бүкіл анау киноларда, мультфильмдерде түгел түрік тіліне айналдырылған. Қандай Әлемдік. Әлемдік. Бүкіл әлемдік киноларда. Операларында түрік тілінде айтады. Бірақ оны айтуға болмайды. Бірақ не десең, әр опера өзінің тілін жазылған, өзінің интонациясын жазылған. Соған тырысу керек. А бірақ түрік халқы көріңе, сондай бізге бір үлгі болатын жағдай, үлкен жағдай. А қазір біздің детсадқа барыңыз, береміз балаларымызды, орысша сөйлеп келеді. Қазақ мектебіне барамыз, орысша сөйлейді. Әлі бізде әдет ғұрып деген қалыптаспаған. Сонда Әл-Фараби бүйтіп айтады. Мәдениет дегеніміз не дейді? Тәрбие дегеніміз не дейді? Тәрбие дегеніміз білімге негізделген этикалық құндылықтармен өнерді дамыту. Ал Конфуций, міне қазір біз Қытай деп отырмыз ғой, қандай керемет. Әлемнің бірінші орнына шықты. Біздің президентіміз дұрыс айтады. Не арқылы шықты? Жаңағы Конфуций секілді ғұлама тұлғалар арқылы шықты. Ол бүйтіп айтады. Қандай да бір елдің дейді, іс шарасын дейді, көңіл күйін білгің келсе, өнерін тыңда дейді. Өнерін тыңда дейді. Конфуций. Конфуций. Міне көрдіңіз ғой. Қытайға барасам, 1,5 миллион өз тілінде сөйлейді. Олардың операсы өз тілінде. Секіреме, айтамады, бірақ ұғынысты ішінде пәлсапалық дүние жатыр. Міне, опера дүние дегені, сондықтан бұл тұлғалы дүние опера деген. Бұл бүкіл өнерді қойныңа сидыра алмайсың. Опера өнері бүкіл қойныңа сияды. Әлемдік өнер, ол шың, ол классика. Біздің Абай операсы бар, Біржан операсы бар. Бұл әлемдік дүние. Қандай театрда бұл спектакльді айтсаң, сен Италияның операсынан басқа кем түспейсің, артық түспесің. Не десең, ол операда халықтың әндері жатыр, дәстүр жатыр, біздің күйлеріміз жатыр, біздің әндеріміз жатыр. Міне. Сондықтан операда би де бар, сөз де бар, симфония да бар, күй де бар, сүгірет те бар, табиғат бар. Бүкіл әлемнің болмысы сол 3 сағаттың ішінде, мысалы Абай операсын айтсаң, сонда ғұламалық дүние. Біржанды айтсаң, сонда. Ақан сері операсы, Абылай хан операсы, рахмет біздің. Еңгілік кебек операсы қазақпен жазған. Бұл әлемдік деңгей, бұл осы біздің қазақ елінің өнерінің үлкен деңгейлік сатысын көрсетіп отыр. Оны кім көрсетіп отыр? Оны біздің кешеге бірінші рет барған, тұлға болып барған Қашаубаев әнмендерін көрсетті. Одан кейін әрине Күләш Бәсейтін айтамыз. Ал енді қазір Ермек Серкебаев. Биыл әлемдік деңгейде ЮНЕСКО Ермек ағамыздың осы үлкен өнерін үлкен сатыға қойды. Ол не деген саты? Ол Шаляпин, Тит-Таруфа, Каруз деген әлемдік әншілер бар. Біз соның қатарына қосылдық. 100 жылдықта бір тойлайды. Кеше Абайдың ЮНЕСКО өтті. Мұхтар Әуезов, Сәтбаев өтті мысалы. Қазір ән өнері, оның жанында Бибігүл апамыз тұр, Роза Бағланова тұр, Роза Жаманова тұр. Бұлар біздің ән арқылы біздің қазақтың жанын көрсетті. Міне осыдан бір ой шығады маған. Торайғырып бүйтіп айтады. Қазақтың әні кетсе дейді, әдебиеті жесір қалады. Сәні кетеді. Сәні кетсе, жаны кетеді. Осындай рухтық қасиеттен біз радиомызға, телевидение қазір көп шығармашылық кесім жасақ, ата-аналар театрға балаларын алып барса, оперный театрға, драм театрға, үлкен дүниеге апарса, сонда біз тұлғаларымыз шығады. Тұлғалар бар, алтын сол. Шығып жатыр. Ол біздің жанымызда. Біз әлі оны көреміз. Иншалла көреміз. Енді жастардың ішінде айтайын деген, мысалы, біздің кешегі Димашымыз өзінің ерекше дауысымен, міне, қазақтың... Оған келем. Мысалы, жақсы бастап кеттіңіз, жалғастырып жүрсек. Шахмердан аға, қалай десек те, қазіргі таңда бір ақиқатқа төселіміз керек. Ол қоғамдық сананы қалыптастыруда үлкен рөл атқарып отқан ол әлеуметтік желілер, білесіз.
Әлеуметтік желіде қазіргі қоғамдық сананы қалыптастыруда енді отан сүйгіштікті қалыптастырғымыз келеді ғой. Бірақ мысалы сіз енді өнер иесі болғансыз, мен өнер иелеріне қатысты сұрақ қойғым келіп тұр. Бұл кісілер қазір қоғамдық сананы қалыптастырушы. Қазіргі танымалдылық әлеуметтік желіде жастардың тілімен мынау подписчиктер саны дейді, оқырмандар санымен өлшенеді екен. 4-5 миллион бар оқырмандар. Енді бұл әлемдік тренд. Қазақстанда да осындай оқырманы көп, бұл әншілер екен. Енді атауын айтпай қоям, бұл кісілердің кем. Қазіргі эстрада әншілері. Эстрада әншілері қоғамдық сананы қалыптастыру. Не айтады, қалай жүреді, бұл келешек жастарға үлгі. Енді кейде әттеген-ай болып жатады. Осындай кейбір әншілер бұзақылық жасап қойып жатады, бәйдеп сөздер айтып қалып жатады, даңғазалыққа бой беріп жатады. Қазір енді мынау қазақты той әлемінен шығарғымыз келіп жатыр ғой. Той емес, ой қойық деген сияқты. Бірақ сол тойды дәріп жүрген осындай той әншілер дейді ғой. Осы отандық сананы қалыптастыруда, қоғамдық сананы дұрыс жолға салуда осы әншілердің образы қандай болу керек? Мүмкін осы эфирді пайдаланып жастарға өзіңіз бір үлгі ретінде, енді сіз қазір де үлгісіз ғой. Сіз әлемдік деңгейдегі әншісіз. Бірақ мынау жастарға, мен ойымша, өнер иелерін өнер иесі өз үндеуімен дұрыс жолға салған дұрыс шығар. Өйткені олар арқылы бір жастарды тәрбиелейміз. Қалай десек те. Осыған не ой айтасыз? Сіз өте дұрыс сұрақ қойып отырсыз. Бұл сұрақ деген өте терең сұрақ. Бұл біздің мемлекетіміздің сұрағы. Мемлекет құруда өнердің сапасы мол. Өнермен мемлекетті жол жүйеге болады. Өнермен мемлекеттің экономикасында құдіретінде көтеруге болады. Тағы да мен жаңағы хакім Мұхтар ағама түсем. Сымбатты өнер болмаған елде дейді, мағыналы тіршілік жоқ дейді. Қандай қауымды қандай тапты алсақ та дейді, қаны мен жанның суретін дейді, өнер айнасына түсірмей отыра алмайды дейді. Өнерден қуат алмаса дейді, тіршіліктің шырағы өшеді дейді. Баяғыда бір жақсы нәрселер болды біздің Қазақстанда. Содан біз айырылып қалдық. Онда мен өзімде қатысқан едім. Мына радио телевидениеде осы әнді орындаушыларды, ән жазғандарды біз қабылдаймыз. Комиссия болды. Оның ішінде әншілер болды, опералық. Кеңес кезінде. Кеңес кезінде. Мен де болдым, Роза Рымбаева болды, Кеңес Дүйсекеев, жақсы керемет композиторлар болды, ақындар болды, жазушылар болды. Біз әр өлеңді таңдайтынбызды. Сөзінде, музыкасында. Көп музыка ұрланады ғой. Орыстың музыкасын тыңдайды, Европаның, сосын өзіміздің мына өзбек ағаларымыз, қырғыз ағалардың өлеңдерін ұрлық деген болмау керек. Өнер деген ол жанның, ұрықтық жанның тазалығы, имандылығы. Ол тілдің интонациясы. Тілдің интонациясы. Сондықтан осыған көңіл бөлу керек. Сондықтан менде жаным ашиды, неше түрлі әндер бар. Тойдағы әндердің өзінде. Және ол өлеңнің өзінің кім Абай айтады. Бір сөзі бар. Өлеңі бар, өнерлі інім сізге, жалына мұндай сөз айтпа бізге. Өзге тіл өзіңе пайдасы жоқ, есіл өнер қор болып қалар түзге дейді. Даңғой, саңғой, ойнаш, керім кербес. Қанша қысық болады өзіңіз дейді. Керемет. Абылай айтады. Мақсатын тіліс тартып өнер шашпақ, наданның көңілін қойып көзін ашпақ. Үлгі алсын деймін, ойлы жас жігіттер. Думан сау, ойда жоқ, әуел бастақ. Бұны мемлекеттік түрде сұрақты қою керек. Мемлекеттік түрде істеу керек. Несең, қазір біздің айтты қой әділетті Қазақстан деп де, жаңа Қазақстан. Міне әділетті Қазақстан, жаңа Қазақстан болу үшін біз осы кейбір шараларды үкімет қалпында істейміз, тәрбиелеуіміз керек. Міне, неге бізде? Қазірде бізде тұлғаларымыз бар. Көп. Димашты жаңым бір. Жоқ, басқа да тұлға. Димашқа келеміз. Басқа да тұлға бар. Философтарымыз бар. Ақындарымыз бар, керемет. Жазушыларымыз бар. Соларды көбірек жіберу керек. Солармен әңгімелесе білу керек. Көп әншілеріміз бар. Әннің өнерін, оның пәлсапалық дүниесін, оның поэзиясын, оның адамның рухына қалай келеді, ол не әкеледі деген
сұрақтармен сонда адамдар шақыру керек. Сонда өсеміз. Жаңа айттым ғой, театрға бару керек. Үлкен концерттерге бару керек. Жай емес, біздің қандай концерттеріміз бар. Қанша оркестріміз бар. Құрманғазы, Тәттімбет, Алматыда. Иншалла, егеменді елде біз бүкіл облыстарымызда міне оркестр құрдық. Филармония құрдық міне. Осының өзі керемет дүние шын айтқанда. Ал енді кейінгі жастар қалсақ, отан сүйіспеншілік деген өзі керемет шын ұғым, рух деген. Міне кейін кездегі біздің Димашымыз. Дауысының ерекшелігімен мысалда, мен сізге айтайын да, қазір әлемде қазақтың рухтық қасиетін көрсетіп жатыр. Қазақтың әндерін көрсетіп жатыр. Сонымен қатар күй тартады, домбыра тартады. Бұл неден шықты? Мен Димаштың кішкентай кезінде Ақтөбе барғанда анасы алып келді. Сонда дауысын тыңдадым да айттым, о, мына баланың болашақ көп екен, дауысынан айырылып қалмасын, жой жібермесін деп. Бірақ Алла бар, ерекше дауыс берген, жоғары ноталар берген. Содан басталады түгелі. Міне, қазіргі ол неге байланысты? Оның атасын зерттеп байқа, оның әкесінің, шешесінің тәрбиеге байланысты. Жаңа айтып кеткен кімнің? Әл-Фарабидің тәрбие деген сөзінен. Осы отан сүйіспеншілік. Және кімнің, мен бұдан бір 5 жыл бұрын осы шабытта келсем, Димаш кабинетте отыр. Құшақтасып, үй алтын жақсы деп, біраз әңгімелестік, крутой туралы, өзінің әңгімесін айтып былай деп. Ақыл сұрап, мынау қалай болады? Мен айттым, мына жерің былай, балам, дауысын сақта, байқа, басқа елде көрерменшілік көп болады. Бірдеме беріп жібермесін, бірдеме шығып қойма деген сек білесіз ғой енді. Бұл дегенде ақым, ой аға деп рахмет. Сосын ән туралы айттым. Әлі де дауыс өзгереді әлі. Саған тағы қазір ғылым керек, білім керек. Сен Москвадасың. Москваның консерваториясы бар. Онда еврей халқы бар. Еврей халық деген музыкаға деген, білімге деген керемет халық. Әлемдік дүние. Сен солардан оқы, ал. Сен өзің инструмент оқисың. Ертең тағы да 40-қа келесің. Композитор боласың ба? Тағы да балаларды етін тәрбиелесің. Сонда саған керек болады. Білім. Міне, сол біліммен келатыр. Ешқандай бір, ол балада мен тыңдап отқанда бір артық сөз естімейсің. Кәдеушіне бір өзі ғұламалық сөздер айтады. Міне, осыған біз ұмтылуымыз керек, жастар. Білімге ұмтылу. Қандай шахматистеріміз бар? Қандай математиктеріміз бар мысалда? Қандай ақындарымыз бар жастардың ішінде? Бар ғой, жанымызда жүр. Міне, солармен де жасату керек. Соған біз ұрпақ тәрбиелесек, сонда тұлға шығады. Сонда біз еліміздің болашағын көреміз. Аға, жаңа конституцияны қабылдадық қой. Енді жаңа Қазақстан деген бір бренд сөз болып кетті қазір, иә? Жаңа Қазақстанның бір көрініс осы конституция болып тұр. Конституция енді танысқан шығарсыз? Да, танысты. Енді жаңа баптарда бар бұл жерде. Бір есіңізге салып кетсем, енді преамбула деген бар конституцияда. Сол жерде әділетті Қазақстан құру тақырыбы тұр да. Соған бір тоқталып өтсек. Жалпы қоғам енді сіздердің өсіп өрген қоғаммен қазір қоғам енді жерме көкте деп айтпасам да үлкен айырмашылық бар, иә. Руханият жағынан. Отан сүйгіштік, мүмкін мен қателесіп қалатын шығармын. Кейде ойланам, енді мен кеңестік жиыны көрген жоқпын, бір шет жағасын ғана көрдім. Бірақ маған отан сүйгіштік сол жерде қатты болған сияқты ма деп көрінем да. Енді идеологияда жақсы жүрді ғой. Енді бізде қазір ол жоғалды деп айтпаймын енді. Бізде де көп үлкен жақсы дүниелер бар. Бірақ кемшіліктеріміз де бар. Өйткені оқыған азаматтардың өзі кейде елдің қазынасына қолын салып жатады. Ұрлығымыз әлі де болып тұр. Көшеде таза Қазақстан деп айтамыз, бірақ қоқыс тастап жатқан жастар әлі де көп. Бәй деп сөздер, әртүрлі жаман қылық көрсетіп жүрген қоғамдағы тіпті танымал азаматтар да бар. Былай қарасақ, мемлекет жақсы заңдар қабылданады, жақсы бағдарлама, президентіміз, басқа тұлғалар көптеген дүние айтады, бірақ кейде бәрібір әттеген-ай болып жатады. Енді мынау әділетті Қазақстан құруда сіздің ойыңыз керек. Неге баса назар аударуымыз керек? Енді бұл Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлы президентіміз бұл әділетті Қазақстан, жаңа Қазақстан деп
үлкен оймен түсті. Пәлсапалықпен түсті. Мен жаңа айттым ғой. Абайдың өзі айтып кетті ғой. Адамшылықтың алды сезім, махаббат, әділет. Ол жаратқан Тәңірінің істі. Оның кірмейтін де кіріспейтін де жері жоқ. Кімде махаббат, сезім, әділет көп болса, сол ғалым, сол ғақил. Міне. Сонда тағы Абайдың бір сөзі бар, мен айтамын жалғастырайын сосын. Досыңа достық қарызсыз, дұшпаның әділ бол дейді. Асық үсті өкініш. Ойладым алмақ сабыр сол. Сабыр түбі саралды. Мен Қазақстанның сол Совет үкіметінің 50 жылдық, 40 жылдың Совет үкіметінде өмір сүрдім. 91 жылға дейін айтайын. Біздің енді мені қазақ ауылы болды, қазақ ауылында өсті, мен өте бақыттымын. 70 жылда бір орыс тұрған жоқ. Тәрбиені түгел алды болды бізде. Не десең, зиялы қауым болды. Әке шешеміз 5 мезгіл Құран оқитынды. Коммунист болса да, соғыста болды. Біздің дәстүрімізді, біздің абайымызды халықтың даналарын айтатынды отырып, басымызға құятынды мектепте. Ауыл деген ауылдың болмысы, табиғаттың болмысы не жетсін ол кезде? Шіркін-ай, шөп шабу, егін ору, малға бару деген секілді. Бұл үйге қонақ келсе, ақсақалдарымыз қолына су құю, олардың әңгімесін тыңдап, дастандар, үлкен эпостарды айтатындар отырып. Біз өлең айтатынымызды, кішкентай кезімде айтқызатынды әделеп. Соның түгел тәрбие. Тәрбие содан шығады. Сондықтан мынау конституция болды ғой, бірінші конституция болды. Ода жаман болған жоқ, бірақ ол кішкене советтік реализмге жақын болды. Асып кете алмадық шынайтында. Егеменді қазақстанымыз бар, әрине. Ал енді осы жолғы конституция оқыдым, қуандым. Оған да оппозиция да көп болды. Тіл туралы деген секілді. Бірақ мен өзім айттым, тілді өзімізден бастайық. Біз өзімізден бастайық. Сапасын көтеруге. Ол бір. Екінші, конституция деген ол жатқан бір әлемдік дүние. Әлемге біз қандай мемлекет екендігімізді, сапамызды, біз жай қазақ емеспіз, жай мемлекет, біз де әлемдік деңгейдің бір шетінде тұрған бір үлкен мемлекетпіз. Жеріміз бар, тіліміз бар, тарихымыз бар. Сонда мен айтайын дегенім, сол конституцияны оқи отыра мен қуандым. Бірақ мен өзім қазір Ертіс Баян өңірде, мен Павлодарда тұрам, Алматыдан ұшып келіп, сол өзім референдумда өзімнің қолымды қойып, сол жерге иншалла да. Енді бір қуанғаным, сол референдумда Павлодар облысы, енді орыс жер дейді ғой, бірінші орынға шықты референдумда. Қолдаудан да. Бірінші орынға шықты. Өмірінде болмаған дүние. Мен соған қуандым. Елдің түсіндігіне, елдің болашағына деген. Мемлекетті басқару дұрыс жұмыс істей алды ғой. Да. Енді сол конституциядан мен қызық айтайын. Не шығып отыр? Не көрдіңіз ғой? Ақылдылық деген қайда жатыр мысалы? Ол жағына конституция емес. Сонда Ақмешітте не деп айтты? Жаңа толық адам туралы айтты ғой. Абайдың толық ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек толық адам болмаса, біз әлемдегі деңгейге шыға алмаймыз деді. Бізге осы қасиет керек. Осы білім, ғылым, әлемдік дүниеге шығамыз біз. Данышпанның сөзімен деп. Бұл жаңаға толық адам. Екінші, жаңа айтып кеттім, Алматыға барғанда білім, ғылымды қалай көтеруіміз керек? Искусственный интеллект. Одан біз қашып кете алмаймыз. Ол әлемдік дүние. Міне, біз қазір бар күшіміз соған салымыз керек, жастарды. Бірақ рухани дүние ұмытпауымыз керек. Рухани деген адам жүрегі ғой. Ол біздің тіліміз, ол біздің әдебиетіміз. Сонда Абай айтып кетеді, бітеді. Ақыл оймен шыққан сөз бойға жұқпас сырғанар дейді. Ол біздің жағы искусственный интеллект. Ақыл ой. Дрон жасаймыз, ракет жасаймыз. Ынталы жүрек сезген сөз бар тамырды қуалар. Жүрек арқылы. Рухани. Екеуін қосқанда әлемдік дүние болады. Сонда соғыс болмайды. Біз ойланамыз. Не істеп жатырмыз деген секілді. Міне қандай жаңа біздің президентіміз жаңа барып. Содан кейін жаңа айттым ғой, төл мәдениетін табан тірімгенер дамудың даңғыл жолын түсе алмайды. Бұл үш қасиет міне.
осы үш қасиет айта отырып, міне қараңызшы, осыны жібересіз бе жібермейсіз бе, неге, міне менің ойыма келіп отырған қазір, міне осы үш қасиетпен баяғыда тұрып айтты ғой, енді өзіміздің Нұрсұлтан Әбішұлы да бір қателік жіберді. Ой, біз егемендік елімізді осы 91 жыл алдық дейді. Оны тұрып Путин тұрып айтты, өзінің вот қазақтарда егемендігі болмаған, осы 90 жылы егемендік ел алды, соттан ғой мемлекет болмады деп. Ал енді қараңызшы, жуырда Алтын Орда. Да, жоқ, кім Москваға барды президентіміз? Қалай жақсы қарсы алды? Керемет. Енді қазір міне Россияның президенті келіп отыр. Сонда не істеп отыр? Мен қазір сізге айтайын, бір ойыма керемет нәрсе түсіп отыр. Ана келген кезде аэропортта біздің балалар домбырамен. Осы бір жерде біздің Балаева, Аида қарындасым бір керемет, үлкен пәлсапалық, үлкен поэтикалық бір күш жігер салды. Бір керемет дүние істеп кетті. Күй деген білесіз бе? Музыка ғой. Мен өнер адам айтады. Кім айтады? Мұхтар Әуезов айтады. Мынау музыка дейді. Елдің сезім байлығымен дейді. Ішкі жаратылысын қалпына келтіретін болса дейді. Соның ішіндегі толғаулысы, ең сымбаттысы, сырлысы күй дейді. Күйдің тілінде, әннің тілінде жоқ дейді. Ән ғасырлар түкпірінен дейді, қиялы ахуал жағдайда әкелген бізге дейді. Міне, жаңағы қандай керемет күй тартып отқанда біздің мемлекетіміз бар. Сол арқылы оның алдында президентіміз Қасым Жомарт Тоқаев Кемелұлы мыңда бір рахмет. Алтын Орда, біз мемлекет болғанбыз, біздің қасиетіміз бар дейді. Қандай керемет. Бүкіл әлемге айтты ғой. Оны бірінші адам айту деген бұл әлемдік дүние. Біздің империя болғанбыз. А оны дер кезінде кім айтып кеткен? Мұхтар Әуезов. Былай айтқан. Бірақ айта алмады. Оны айтқан кезде 69 еді. Ол бүйтіп айтады. Біз кет мысалы, нағыз қазақтың бірлігі 15-ші ғасырда шықтық десек те дейді. Сол бірлікті жасаған рудың ішіндегілер дейді, ерте заманда болған дейді. Көрдіңіз ғой? Сол бірлік жасаған рулықтар сол ертерек заманда болған дейді. Ол Алтын Орда дейді. Қандай керемет. Сол бірлік жасаған. Ол Алтын Орда. Міне соны қалай біздің мемлекет басшымыз әкеліп тіреп қойды. Осыдан кейін не айтасың? Бүкіл біздің жаңағы қазақ мемлекеті болмаған, қазақтардың тарихы болмаған кезде, осыдан кейін мен қалай, мен өзім президентіме сенбеймін, сенем. Неге сенем? Баяғыда мен де ойлаушы едім, бізге қандай президент келеді деп. Нұрекеңнен кейін, шын айтқанда. Енді біз енді үлкен ойда жүрдік, мен бірнеше мемлекетте болдым деген секілді өнерім көрсеттім, салыстырасың. Бірақ кішкене былай біз кетіп қалдық. Сол мемлекеттік қасиеттен. Сонда ойлайтынды, кім келеді осы? Сапасы біреу адам келсе екен деп. Сонда маған кімнің? Опять кешірсіз. Хакім Әуезовтің сөзі түсті. Біздің ел басқару дейді. Ел басқаруда біздің елге бір беткейлік адам болмау керек дейді. Талай бет жұмыс деген іскер, айлакер адам болу керек. Сосын айтады бір сөзінде, ол басқа кітаптан оққан, біздің шетелге барғанда сондай қызығады. Қалай тіл білген қалай жақсы дейді. Әр тіл дейді, сол елдің паспорты ғой дейді. Сен 5 тіл білсең де, сенің паспортың, сен сол елдің азаматысың. Міне, мен қосатын жаңағы тіл. Біздің президент тіл арқылы, жанымызда Қытай. 5-6 тіл біледі. Солармен тілдесі отырып, өзінің тілінен де жақсы сөйлей ала отырып, мақал мәтелмен
не содан шығады болашақтың бір-бірімен елдің қарым-қатынасы, байлығы, сырластығы деген секілді. Иншалла. Міне сол біз жастарымызға біздің президентіміз үлгі. Қазір бір ғана өзің тіліңді білу керек. Содан кейін ағылшынша біл, қытайша білу керек. Әділетті Қазақстанда. Сонда әділетті Қазақстанда. Әділетті президент. Бәрі сәйкес. Енді аға соңғы сұрағым, осымен мүмкін тамамдаймыз. Сіз жаңа басын айтып кеттің ғой, кеңес заманының адамсыз. Қалыптастыңыз ғой сол кезде. Қазіргі жағдайда көріп жатсыз, жастар кейде сынып қалып жатады көп нәрседен. Мен отан сүйгіштіктің төмендігін ғана айтып тұрған жоқпын. Жалпы тез ренжіп қалады, өкпелегіш жастар буыны бар әлі. Кейбір ақпаратты қарадым, сіз ата-анасыз өстіңіз бала кезден. Бірақ дегенмен өмірге бейімделіп, өз орныңызды таба біліңіз. Жай ғана таба білген жоқсыз, елге сыйлы азамат ретінде қалыптастыңыз. Осы тұрғыда жастарды қазіргі патриоттық санасы қалыптастыруға, мемлекетшілдігін қалыптастыруға бір үндеу ретінде айтып кетсеңіз жастарға. Бір білге деген үлкен біз ағамыз болған, ғұлама болған. Оны мерген деп айтады, мерген. Сол кісі айтады, ел болып бірігуден асқан бақыт жоқ дейді. Ел болып бірігуден асқан бақыт жоқ. Бірлік болса. Соны жаңа хакім өзі айтады. Білім, бақтың жібермейтін қасығы дейді. Білімсіз бақ әлдекімнің асығы дейді. Қандай керемет. Біз білім арқылы, ғылым арқылы жастарымызды тәрбиелесек, имандылыққа, тазалыққа Алланың. Біздің тілімізді, мәдениетімізді, тарихымызды әлемге көрсетсе, әлемдік деңгейде қазақтың өзінің орны бар. Соны біз әділетті Қазақстан болып шығара алсақ, шығарамыз. Міне, отан сүйгіштік болашақ жастарға берген менің батам. Осындай қасиетпен біз елдік қасиетімізді көтере аламыз. Мен елімді жақсы көрем. Қазақтың әніндей, қазақтың өнеріндей, тіліндей бай тіл әлемде өзінің орны бар. Сондықтан, иншалла, ел аман болсын. Балаларды тәрбиелейік. Айтқан жаңа өзіміздің тәрбие айтып кеттім ғой. Өткеніңді өнеге етпей, бүгініңді бағамдамай, болашаққа баға беру қиын. Екінші, енді мен осындай жасқа келіп отырмын. Алдыңғы жақсы, артқы жасқа өнеге бермесе, ел болғаның не керек дейді. Сондықтан менің батам, біздің Қазақстан әлемде өзінің орнын алады. Иншалла. Бірлік болсын. Біз аз халықпыз. Әлі сапамызды көтеруіміз керек. Әлі көп жұмыс жасауымыз керек. Күніне 10 емес, 12 сағат жұмыс жасауымыз керек. Кітап оқуымыз керек. Түгел кітапта жат, абай айтып кеткендей. Сондықтан мен өзім өте қуаныштымын. Егеменді елім бар, президентім бар. Керемет халқым бар. Ақылды, пейілді, түгел орнына келеді. Иншалла, рахмет. Рахмет. Аға, көп рахмет. Осы подкасттан білмеймін өзім. Ләззатты да алдым, рухты да алдым. Аман болыңыз, көп жасаңыз. Емеңізге сәттілік тілегім келеді. Рахмет.